Достар, біздерді құттықтап қойсаңыздар болады, себебі біздер Ақтау қаласынан тігін әлемінде үлкен сән үйін аштық. Бірден айта өтейін, ол бізге оңай жолмен келген жоқ, дегенмен бәрін рет-ретімен талқылап көрейік. Ассалаумағалейкум баршаңызға, бұл YouTube арнасы Таң Атпаласы. Қысқаша түрде тігін әлеміне қалай келгенімізді айта өтейін. Менің келіншегімнің өзі кәсіби дизайнер әрі тігінші, ал мен қарапайым вахтовикпін, бірақ барлық бизнес процесіне барымша бағыт-бағдар беріп жүремін. Сонау 2010 жылы 40 контейнер сатып алып, соның ішін ремонттап, кішігірім цех ашып бастап кеткен болатынбыз. Одан кейін форматты өзгертіп, сауда орталықтарына көштік. Метрополис, Олжа деген сияқты. Бірақ біздің жұмысымыз толыққанды жүрмеді. Анда көштік, мұнда көштік, бір сөзбен көшпелі қазақ болдық. Енді не істейміз? Арендасы арзандау, қаланың сыртынан помещение алып тек қана тігін цех болып отырдық. Өзіміздің өнімдерімізді Мағаш сауда орталықтарында бутиктеріне тапсырып бастадық. Мағаш дегеніміз лақауаты Сарбазар. Сол жақтан жұмыс барысы жайлап жүріп бастады. Түсінгеніміз Сарбазарға бізде кіруіміз керек. Әрекет түбі берекет демекші, Сарбазардың әкімшілігіне барып, орын сұрадық. Олар бізде орын жоқ, барлығы толық кешірерсіз деді. Бірақ іздеген адам табады демекші, сол Сарбазарға 2016 жылы қазығымызды қақтық. Жұмыс процесі қарқынды жүріп кетті. Бәрі окей, бәрі нормально, бірақ потолокқа тіреліп қалдық. Мен жайлап келіншегімді үгіттей бастадым. Магазин ретінде, бренд ретінде қалыптасқанымыз жөн деп. Бұлай қашанғы жүре береміз деген сияқты. Оның үстіне соңғы жылдары сабақ беру, ментор, бизнес упаковка деген әңгімелерді көп естіп кеттім. Сонымен менторлық алуды шештік. 2022 жылдың көктемінде Алматыда Алтын Каникар деген ханыммен жолығып, сол кісінің командасымен жұмыс бастап кеттік. Көп ұзатпай қаланың ішінен помещение іздеп тауып, ремонт жасап, маусым айында Зире бренд болып салтанатты түрде ашылдық. Ашылу салтанатына елімізге белгілі Айнұр Асқарқызы келіп, лентамызды қиып кетті. Ал менің қолым емес, үлкендердің қолы, мықтылардың қолы. Ал. Алтын ханым, ұста. Ал бисмиллахир-рахманир-рахим қазір. Алла тағала қолымызды құтты қылсын. Алтын ханым екеуміз де лента қия берейік. Бренд жасай берейік. Екеуміз тандем болып осы көптеген енім. Мың демей ақ қояйыншы, бір 10 мың дүкеннің лентасын қияйық. Аллах акбар. Орталық жол болатын болса, ал мына жерде біздің ашқан сән үйіміз Зире бренд. Қазір ішіне кіретін боламыз. Орталық есіктен кіретін болсақ, дәл осындай бізді сауда залы күтіп алады. Өзіңіз білесіздер, мана видеода бұл деген үлкен бір зал болған. Біздер өзіміздің ыңғайымызға байланысты осылай қоршап алдық. Яғни тек қана осы жерде отдел продажи дейді. Яғни дайын өнімдеріміз осы жақта тұрады. Қазақи ұлттық киімдер, қыз келіншектерге арналған. Болашақта бұйыртса ер адамдарға да коллекциямызды шығарамыз деген ойымыз бар. Одан кейін мына жерде примерочная, мына жерде кеңсеміз, осы жерде менің жұмыс орным, мына жерде отырып шай ішіп кездесіп проблемаларды шешетін жеріміз. Енді жалпы осы бойынша сразу оборудование бойынша, ремонт бойынша айта өтейін. Мына оборудованияның өздері, яғни вешалка дейді ғой. Осы оборудованияның өзі ағаштан жасалған. Оның барлығы маған 200 мыңның шамасында ақша кетті. Одан кейін мына манекендер каждый 50 мыңға алдым. Олар тоже 4 штук, тоже 200 мыңға шықты. Натяжной потолок 110 мыңға шықты. Сырттағы вывеска, яғни реклама, ол деген 210 бекен, 200 мың ба, сондайға шықты. Одан кейін мынадай креслолар. Мынау мен сірә, салам алейкум бәріңізге.
мына креслолардың өзі 60 мыңға кетті. Мынау 80 мыңға шықты. Мына айнамыз. Тағы не бар? Жалпы ремонт бар, там материалдар бар. В общем, сложности осының барлығына мен 4,5 миллион теңге ақша құйып жібердім. Оның ішінде осы оборудованиялар бар, барлық маталар бар, оның еще плюс фурнитуралар бар. В принципе, тігін бизнесіне бастауына 4,5 миллион ол онша аса қатты ақша емес негізінде. Енді былай қарай кіретін болсақ, дәліз. Бұл жерде тігін цех. Тігін цехтың уже кешкі құрылым болғасын ке данный момент адамдарымыз кетіп қалды, командамыз. Но бірақ рабочий процесс жалғасып жатыр. Бізде мына жерде 6 машинка тұр. Еще плюс оборудование машинкалеріміз бар, открытиямыз бар. Ол есепті вообще алып отқан жоқпын. Мынау шығу, яғни кіріп шығу, в общем, персоналдарда кіріп шығатын подъездге қарай. Мына фотостудия. Мына жерде осындай фотостудиямыз бар. Яғни дайын болған өнімдердің барлығы осы жерге суретке түсіріліп, видеоға түсіріліп, интернет желісіне жүктелетін жерлер. Ары қарай мынау асханамыз. Мына жерде қоймамыз бар. Оған өзіміздің материалдарымыздың барын сақтаймыз. Мына жерде бисерлейтін орын, яғни ручная работа, қол өнері осы жерде барлығы жасалады. В принципе, осындай сән үй. Енді бұны ашуда, ашпауда әркім өздері біледі ғой. Негізінде ателье болып те отыра беруге болады. Но бірақ біздер осындай форматта жұмыс жасауды қаладық. Мінекей, бұл 14 жылдық үлкен бизнес болған, Сарбазардың айналасында шықпай жүрген жерінен бергеші сенде бір үкі бар, сенде бір үміт бар деп, жаңағы өздері іздеп келген Парахат мырзаға жеке үлкен алғыс айтам. Сондықтан дәл қазір мен ортаға Зере қызын шақырып келіп тұрмын. Міне, осы қыздың құрметіне Зере бренд атанған. Бүгін біз қазақ үміт артқан ұлдарын бәйгеге қосар тұлпарын тіл көзден аман болсын деп үкілейтін халықпыз. Сондықтан дәл қазір Зеренің үстіндегі киімі осы капсулный коллекцияның бірінші үлгісі. Кішкентай қыздарға арналған киім. Біз кажекей десе келіншек дейміз, камзол десе апа дейміз, жадағай шапан десе әже дейміз. Неге біздің бүлдіршіндеріміз қалып қойды, қалмасын деген ниетпен осындай шапан жасап отырмыз. Мына үкісі ерке үкі деп аталады. Ұзатылар қыздың, сөз салынған қыздың үкісі былайынан көрініп, көзге көрініп тұрады. Жаңа кішкентай қыздардікі жанында жадағай жүгіріп жүреді. Сондықтан мынау сондай үкісі. Екінші, жеңіне таққан үкілерімізде айта кетейін. Бұл сәндікке киетін үкі әдемі мынандай шапан. Мамасы қазір мынандай таспен әдемі броштар қосып, етегін ерекше қылдырып, Қазақстанда жоқ қылдырып, құс тәрізді қылдырып, жандандырып жатыр. Сондықтан Гүлжайнаға үлкен рахмет. Неге Зере атанғанын енді түсіндіңіздер. Бірінші Абай атамызды айта жүрейік деп, екінші өздерінің тұңғыш қыздары Зеренің жаңағы құрметіне қойып отыр. Алғыр қыз адамның қарасы, адамның дарасы дейді ғой, сондықтан дара қыздар ғана қара болады. Сондықтан осындай даралығымен, даналығымен елдің көзінің алдында жүргенде тіл көзден аман болсын деп үкілеп үмітін артып отыр. Сондықтан бұл Зере бренд деп аталып тұр. Айнұр ханым қызыл лентасын қиып босағасынан аттап берген бизнестің берекесі арта берсін деп, ал жаңағы Зере брендтен көйлек алып киген қыз қайтып келмей, қайын жұртынан шықпай қойсын. Екіншіден, жалпы бізде аспанға түсіп, мына жолға келген жоқпыз. Бұл жерде айтып отыр ғой, маған да бір 10 жылдан бері осы шаруада, осы темада жағаласып жатқанымызға жалпы 10 жылдан астам уақыт болды. Енді неде болса, мана да апаларымыз айтып отыр, үлкен жақсы осындай тігінші дизайнерлердің алдын қатарында жүруге мақсат қойып отыр. Жалпы сол мақсатта жетеміз деген смело үмітіміз бар. Бұйыртса, сондай шаруада, іс-шарада осындай бастаманы бастырып жатыр. Тек Аллах тағаламыз денсаулық беріп, жұмысымызды әрі қарай жасауға тек өмір берсе, жеткіземіз деген ниеттеміз.
Барлықтарыңызға рахмет. Алтын уақыттарыңыздың барлығын бөліп келгендеріңізге, сіздерге де жұғысты болсын, армандарыңыз орындалсын. Ештеңеден қорықпаңыздар, жасай беріңіздер. Алла тағаланың өзі көмектеседі, ар жағынан. Өзіме ең бірінші сол әке шешеме, Алла тағалаға, ең қасында күйеуіме рахмет айтамын. Делай деген кезде өзім шығам кәдімгідей, соған күйеуіме рахметімді айтамын. Қолдап менің ешқандай негатив ештеңе айтпай, тек қана поддержка берген үшін осындай күнге жетіп тұр. Құдайға шүкір деймін. Сіздерге де тұрмысқа шықпаған қыздар осындай жігіт берсін сіздерге де. Аумин деп сөздің ашығы, бізде барлығымыз тілек айтуға лайықтысыңыздар. Мен ешкімді бөліп тұрған жоқпын. Мен тамады да емеспін, тамады сіңді міне қасымда тұр. Бірақ мен аузы дуалы адам болғаннан кейін, халықтың қызы болғаннан кейін кішкене сөйлеп тұрғаным бар. Аузы дуалы деп жақсы тілегімді айтайын. Үйлеріңізде жақсылық болсын деп, бір сөз болса да тие берсін деп айтып жатырмын. Осы іште ақ тілегім біздің блогерлердің арасында үлкен мәз, өзіміз қатты құрметтейміз. Ақмарал тәтеге де бердім деп тұр. Рахмет. Туған жапалақ. Құрметті бүгінгі Зере бренд ательесінің сәнейінің ашылу салтанатына келген құрметті қонақтар, қош келдіңіздер барлықтарыңыз. Гүлжайдар, міне бүгін барлығына куә болып жатырмыз. Достарым көп екен, айналаң көп екен. Аллаға шүкір. Сенің енді осындай Зере бренд болып ашылып жатқаның тренд, хит. Жаңағы бүкіл Қазақстанның жаңағы атақты сән үйі болып кетуіне шын жүрегімізден өзіміз тілегімізді білдіруге осы жерге келдік.